Түркістан қаласы жарығы жарқыраған, жол жөнделген, келбеті күн санап көріктеніп келе жатқан рухани шаһар. Қала аумағында көше жарықтандыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп, бүгінгі таңда 98% толық жарықтандырылған. Бұл қаланың даму қарқынының айқын көрсеткіші. Көше жарықтандыру, жол белгілерін орнату, жаяу жүргіншілер өткелдерін сызу, бағдаршамдарды жаңарту, аялдамаларды күтіп ұстау, сондай-ақ қоғамдық көлік қозғалысын ретке келтіру жұмыстары Түркістан қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне қарасты Түркістан жол қызметі коммуналдық мекемесіне жүктелген. Осы ретте біз аталған мекеменің жұмыс барысымен танысып, іскерде тәжірибелі басшы Бағдат Қалмырзаев есірке болумен арнайы сұхбаттасқан болатынбыз. Түркістан қаласы бойында атқарылып жатқан жұмыстар жол белгісі бойынша жаңа көрсеттік. Бүгінгі таңға дейін 1643 қойылды. Бүгінгі күнге жыл басынан бастап. Одан кейін жол кедергісі кеше осы айда ұтып алған болатын. Қазір 306 метр толығымен қойылды. Одан кейін пешеход разметка 3300 квадрат метр кеше болса бір ай бұрын ұтып алған, онда ол да толығымен бітті. Қазір жұмыстарын бәрін толығымен орындады. Қала ішінде қазір 33 жерге қойылды. 306 метр қойдық жол кедергілерін. Бағдаршам бойынша қазір 7 жерге бағдаршам қойылды. Тағы алда осы айда 5 жерге қоямыз деп жоспарлап отырмыз. Бағдат Қалмырзаевтың айтуынша, қаладағы көше шамдары үздіксіз жаңартылып, тұрғындардың қауіпсіз әрі жайлы жүріп тұруына жағдай жасалуда. 2025 жылдың басынан бері 1643 жол белгісі орнатылған, 306 метр жол кедергісі қойылған, 330 шаршы метр жаяу жүргінші жолақтары жаңадан сызылған. Ескірген немесе істен шыққан барлық бағдаршамдар толықтай жаңартылған. Жарықтандыру бойынша қазіргі таңда Түркістан қаласы бойынша 98% жарықтандыру бар, орналасқан. 38.043 светильник бар. Одан бөлек 500-ге жуық бізге өткен 500-ге жуық тас жерлеріміз бар. Оның бәрін күтіп ұстауға біздің 10 электригіміз бар. Сонымен күні-түні жұмыс жасап жатырмыз. Қала аумағында бүгінгі күні 93 бағдаршам жұмыс істейді. Кез келген ақау туындаған жағдайда мекеме қызметкерлері жедел шығып, жөндеу жұмыстарын дер кезінде жасайды. Бағдаршам бойынша қазіргі таңда бізде 93 бағдаршам бар қала ішінде. Ол 93 бағдаршамды өзіміздің мекемеде бір бағдаршам жөндейтін адамымыз бар. Сол бұзылып қалған жағдайда жаңағыдай 109-ға немесе өзімізге жеке WhatsApp-қа келіп түседі. Барамыз, ол дер кезінде орындап қайтып іске қосып қоямыз. Бағдат Есіркейұлы тұрғындармен жиі кездесіп, олардың ұсыныс тілектерін тыңдап, өзекті мәселелерді уақытылы шешіп отырады. Оның айтуынша, халықпен байланыс жұмыстың сапасын арттырудың ең тиімді жолы дейді. Халықпен кездестік, Шалғар Мөлтек ауданында. Ол жерде көтерілген сұрақтар бірінші асфальт болды, одан кейін канализация болды, жол кедергілер бойынша болды. Олардың айтылған жол кедергілер бойынша барлығын толығымен орындадық. Өзіміздің тараптан қолдан келетін жұмыстардың бәрін жасап беріп жатырмыз. Түркістан жол қызметі коммуналдық мекемесі келер жылға арналған жұмыс жоспарын бекітіп, бірқатар жаңа жобаларды жүзеге асыруға кіріскен. Мекеме басшысы, қала көркі біздің еңбегіміздің нәтижесі. 2026 жылы да тиісті жұмыстарды дер кезінде әрі сапалы орындаймыз дейді. 2026 жылға тағы да бір 10 жерге светофор бағдаршам орнатсақ па деп жатырмыз. Солай жоспарлап жатырмыз. Одан бөлек жаңа жол кедергісі бар, жылда қойылатын, жол таңбалары бар, сызылатын, жол белгілері бар, орнатылатын. Оның бәрі ендігі жылғы жоспарда бар. Толығымен осы биыл қандай жұмыс атқарылды, одан 2 есе жоғары болмаса, одан кем болмайды биылдан. Удархан Олиханқызы, Ерболат Тұрмаханов, САК ақпараты.